Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге омырау ұшы жарылса не істеу керек жайында ақпарат бермекшімін. Жалпы омырау ұшы жарылуының себебі, ең бірінші себебі омырауды баланың дұрыс алмауы, яғни баланың дұрыс ембеуі. Сәби ареоланы, яғни қоңыр қара жерді омыраудың толық алу қажет, яғни ұшын ғана ембеу қажет, ареоланы толық алу қажет. Екінші, омырау ұшының, яғни үрпінің кішкентай болуы немесе мүлде болмауы. Оған жүкті болған кезден бастап дайындалу қажет. Омырау ұшы негізінен өте нәзік болып келеді. Содан кейін бала емгеннен кейін ол қатая бастап өзгереді, яғни қатты бола бастайды. Омырауды сабынды сумен жиі жумау қажет. Өйткені сабынды су липидтік қабаттың қорғаныштық қасиетін бұзып, жиі трещиналардың болуына алып келеді. Сондықтан да тек жылы сумен жуған жөн. Төртінші, синтетикалық іш киім кимеңіз, яғни таза мақтадан жасалған іш киімдерді кию қажет. Және де түрлі витаминдердің жетіспеушілігі де осындай трещиналардың болуына алып келеді. Егер омыраудағы жарылуды ұзақ уақыт емдемейтін болсаңыз, онда маститке алып келуі әбден мүмкін. Омырау ұшы жарылса не істеу керек? Яғни ауалы ваннаны жасау қажет. Яғни ашық ауада неғұрлым жиі ұстайтын болсаңыз, соғұрлым жиі жазылатын болады. Екінші, құрамында ланолині бар крем маздерді қолдануға болады. Яғни пурилан, бепантен деген сияқты. Ал егер бұл маздер көмектеспейтін болса, антибактериалды маздерді қолданыңыз. Бірақ баланы емізер кезде міндетті түрде қандай крем мазь болсын барлығында сүртіп тастап немесе жуып тастап балаға бергеніңіз өте жөн болады. Және де ауыратын омырауға арнайы силиконды төсемелерді салып баланы емізуге болады. Немесе сүтіңізді балаға сауып, яғни уақытша беруге болады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.